Сәлем достар, сіздермен аяулым және де бүгін мен сіздермен осындай таңғы асқа арналған француздық бульярдың рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен 4 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп аламыз. Содан соң сары уызына 4 ас қасық сүтімізді қосамыз. Және үстіне 1 шымшым тұз себеміз. Енді осыны дұрыстап тұрып араластыру қажет. Ақ уызымызға да 1 шымшым тұз қосып, енді бұны жақсылап тұрып миксерлаймыз. Және де ыдысымыз құрғақ болуы керек. Міне осындай болып көпіршіп бастайды, және соңында осындай болады, және де ыдысты төңкергенде ыдыстан ақпауы керек. Баяу отта пісіреміз. Ол үшін табаға біраз ғана май жағу керек. Бұл менде антипригарный таба, сондықтан да мен майды біраз ғана жағамын, ал егер сіздерде жабысуы мүмкін болса, көбірек жағыңыздар. Май қызғаннан кейін бағанағы сары уызымызды үстіне құя берсек болады. Осылай табаны алып, жан жаққа сары уызымызды жағамыз. Енді сары уыздың үстіне ақ уызымызды ыдыстан шығарып, осылай жан жағына жайып шығамыз, және де қақпағын жауып қоямыз да 5 минуттан кейін шамамен піседі. 5 минуттан кейін қақпағын ашып көреміз. Ең бастысы астындағы отты күшейтпеңіздер, және де осылай ақ уызымыз жабыспауы керек. Енді осыны аудара берсек болады. Шанышқының көмегімен осылай 2-ге бүктеп аударамыз, және де ыдысқа салғанда 2-ге бөліп салуға болады. Сонда салғанға да ыңғайлы болады, және де әдемі көрінеді. Міне осылай 2-ге бөліп салдым. Осылай аударып қоямыз, сонда ішіндегі ақ уызы көрініп тұрады. Менің ойымша таңғы асқа ең керемет тағам, қонақтарға, үйдегілерге жасауға болады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған аяулым. Келесі видеода кездескенше.